Соңғы 5-ші сабаққа қош келдіңіз. Осы ай сіздерге бір ерекше болды деген сенімдемін. Тапсырмаларды орындап нәтиже алып жатырсыз деп сенемін. Енді бұл 5-ші сабақ жалпы біздің асығуға қарсы тақырып болып табылады. Қызық, біз тиімділікті арттыру мақсатында тезірек жасауымыздың орнына мен қазір сіздерге асықпа деп айтамын. Асықпаңыздар. Бізде қазір өкінішке орай ақпараттың заманында ақпарат бүкіл жақта ағылып, төгіліп, ютубта миллион видео болып тұрған кезде бізге өзімізге қажетті дүние қайда екен, соны табу үшін кішкене уақыт керек. Немесе әлеуметтік желіде барлық таныстарымыз, туыстарымыз, достарымыз көбісі шетелге кетті, бір қыдыры, белгілі бір істірлік жасап жатқан кезде өзіміз бір ешнәрсе жасамай жатқан секілді бір сенімсіздік, толыққанды бір сезім жоқ болып қалады. Яғни осының барлығы өкінішке орай соларға еліктеудің арқасында сондай бір нәтиже көрсетейінші деп бізде бір асығысқа түсіп кетеміз да, сол қарбалаң дүниеден кейін шыға алмай қалып, кейін тек қана бір демалуға да уақыт кетіре алмаймыз, бір дамуға да уақыт таба алмаймыз. Сондықтан дәл қазіргі бүгінгі сабақтан берілетін инсайт бұл сіздерге асықпау. Қызық, қазақтар енді кешіп келіп жатады деген стереотиптері бар. Дегенмен де біз мысалы асыққанның өзінде де бір асығысып тойға жиналып барып той басталатын уақытысында жиналып отырмаймыз ғой. Қаншама асыққап тезірек жиналайық десек те тура сол кешігіп бір 20 жарты сағат, бір сағатқа кешігіп тұрамыз. Сондықтан керісінше мынау тез болса екен, немесе мынау бітсе екен деген секілді үрей, ол керісінше біздің бір тиімділігімізді арттыруға қатты кедергі ететін заттардың бірі болып табылады. Сондықтан асықпаңыздар. Асығуға қатысты барлығымыздың уақытымыздың соншалықты тығыз болғаны, қазір өте көп фастфудтар бар. Яғни біз бұрынғыдай 1 сағат тамақтың дайын болуын күте алмаймыз. Бізге ең жақсысы барып, сол бір фастфудтарға барып 5 минутта қуырыла салатын, немесе бүйтіп нанның ортасына қоятын затты жей салу, бұл қазір қалыпты жағдай болып қалған. Дегенмен бұның барлығы біздің денсаулығымызға да енді кедергі екенін айтпай қойсам да, бұл біздің қарбаластан шыға алмауымызға нағыз себептің бірі болып табылады. Сондықтан сіздер бүгіннен бастап асықпаңыздар, шын мәнісінде. Егер тамақ ішсеңіз, ол тамақ ішкеніңіз компьютердің алдында тез аузыңызға тығу емес, бұл керісінше сіз асықпай бір ас үйіне барып, сервировкасымен кәдімгі тарелкаға салып, белгілі посудкадан тамақты жей бермей, өзіңізге ыңғайланып бір ләззат алу, осы сәтпен өмір сүру. Бұл нәрседе қайталап айтайын, мой продуктивный код деген енді тура тиімділікке қатысты кітап болғандықтан, бұл жақта да кітаптың ең маңызды 1 жыл бойы барлық техникаларды зерттеп шыққанда ең қатты көмектескені бұл медитация мен су ішу. Яғни медитация жасау арқасында олар бір босаңсы, бір тыныштық қалпына күйіне келген. Ол үшін міндетті түрде йогаға жазылып, немесе медитация бұл не сұмдық деп те айтуыңыз мүмкін. Дегенмен ол медитацияны әрбір адам әртүрлі де түсінеді. Сіз өзіңіз бір қарбаластан кейін, жұмыстан кейін, немесе сол жұмыстың ортасында бір өзіңізге 5 минут уақыт табыңызшы. 5 минут отырып, демалып, бір анау не болып жатыр, отчет не болып жатыр деген секілді оймен емес, қалыпты өзіңіздің тынысыңызға ғана мән беріңіз. Қалай демді аласыз, қалай демді шығарасыз, соған ғана мән берген кезде сіз тыныштық қалпына күйіне түсесіз. Сондай жағдайға түскеннен кейін сіз шешілмей жатқан проблемаларыңыз, шешілмей жатқан мәселелеріңіздің шешімі өзі-ақ келеді. Сол себепті медитация деп енді сіздер бірден қарсы шықсаңыз, онда мен айтқандай құр 5 минут тынысыңызға мән беріңіз. Соның өзі сізге қатты көмектеседі. Қазір жиі естілетін аурулардың бірі бұл басым ауырады дейді ғой. Біздің денеміз 75-80% судан тұрады. Басымыздың ауырғаны бұл қарапайым, оған судың жетіспеушілігінде болуы мүмкін. Себебі мидың өзі 75% судан тұрғандықтан, оны әрқашан сумен қамтамасыз етіп отыру керек. Мысалы, барлық айтады, су пайдалы, күніне 8 стакан су ішу керек, дегенмен сіз ол суды ішесіз ба? Мәселе осында. Сіз тиімділікті арттырған қалап отырып, бірақтан да суды кәдімгідей күнделікті нормасын жасамасаңыз, онда тиімділік туралы сіз айтпаңыз. Бұндай курстарға жазылмаңыз. Сізге нәтижесі керек болмаса, тапсырманы орындамайтын болсаңыз, не үшін сіз бурная имитация дейді ғой, яғни сіз көп жасап жатқан секілді боласыз да, бірақтан нәтижесінде 0 болса, онда ондай тірлікпен айналыспаған да жақсы. Бұл тиімділікті арттырудағы қажетті заттардың айналысудағы ең басты алғы шарттардың бірі болып табылады.
Жалпы сіздермен бірге осы курсты бастан аяғына дейін менімен бірге болып, аяғына дейін көріп, тапсырмаларды орындағандарыңыз үшін рахмет. Менің енді бар ниетімен сіздерге бұл өміріңіздегі асығыс пен қарбаластың ішіндегі бір кішігірім болса да тиімділікті арттыруға, дұрыс өміріңізді дұрыс бағытқа бұруға қалай да әсер ететініне сенемін. Сондықтан басқа да курстарда сіздермен бірге көріскенше сау болыңыздар.